Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Байқоңыр. Бүгінгі сабақта Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәлімет аласың, жай сөйлем құрап үйренесің. Жаңа сөздерге назар аударайық. Зымыран, жер серігі, сынақ, кеңістік. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Бақытқа сұрақ қой. Балалар, бүгінгі сабақта менімен бірге Байқоңырды аралайсыңдар. Қандай сұрақтарың бар? Мен жауап беруге тырысамын. Оқушылар, Бақытқа қойған Айсана мен Қуаныштың сұрағына назар аударайық. Байқоңыр ғарыш айлағы қай жерде орналасқан? Байқоңыр ғарыш айлағы қай жылы ашылды? Оқушылар, осы сұрақтардың жауабын білу үшін бейне жазбаға назар аударайық. Байқоңыр адамзаттың ғарыш кеңістігін игерудегі көптеген бастамаларында бірінші болған тарихтағы ең атақты ғарыш алаңы. Оның іргетасы 1955 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында қаланған. Тұңғыш жердің жасанды серігі, қуатты ракета және адамзаттың алғашқы ғарышкері қазақ жерінен Байқоңырдан ұшырылған болатын. Күннің, айдың, шолпанның алғашқы жасанды серіктермен ғарыш кемелері, орбиталық станциялар, метеорологиялық бақылаулар жүргізуге арналған жасанды жер серіктерін бірінші рет Байқоңырдан ұшырды. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, сұраққа жауап бер, жаңа сөздерді пайдалан. Бірінші сөйлем. Аспанға тез көтерілді, соңынан із қалды. Бұл не? Екінші сөйлем. Жаңа зымыран ұшырылды. Ғалымдар бақылап тұр. Бұл жерде не болады? Үшінші сөйлем. Жерді алыстан бақылайды. Станцияларға түрлі суреттер жібереді. Бұл не? Оқушылар, осы сұрақтарға жаңа сөздерді пайдаланып жауап берейік. Іске сәт. Оқушылар, өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Бірінші сұрақ. Аспанға тез көтерілді, соңынан із қалды. Бұл не? Жауабы зымыран. Екінші сұрақ. Жаңа зымыран ұшырылды. Ғалымдар бақылап тұр. Бұл жерде не болады? Жауабы сынақ. Үшінші сұрақ. Жерді алыстан бақылайды. Станцияларға түрлі суреттер жібереді. Бұл не? Жауабы жер серігі. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңда және оқы. Мазмұнын айт. Ғарыш айлағы. Байқоңыр. Ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Ғарыш айлағы 1955 жылы салынды. Байқоңыр ғарыш айлағының қасында қала мен ауыл орналасқан. 1957 жылы Байқоңырдан алғашқы зымыран ғарышқа ұшты. Ол ең бірінші болып жер серігін ғарышқа алып барды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшырылды. Төртінші тапсырма. Дұрыс не бұрыс екенін анықта. Оқушылар, іске сәт. Ақпараттың дұрыс-бұрыстығын бірге анықтайық. Бірінші ақпарат. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Ақпарат дұрыс. Екінші ақпарат. Байқоңырды
1957 жылы тұрғызған. Ақпарат бұрыс. Үшінші ақпарат. Байқоңырдан тұңғыш зымыран 1955 жылы ұшырылған. Ақпарат бұрыс. Төртінші ақпарат. Байқоңырда ең алғаш жер серігі жасалған. Ақпарат дұрыс. Оқушылар, сендердің де ақпараттарың дұрыс анықталды деп сенемін. Бесінші тапсырма. Мәнерлеп оқы. Мәтін түрін ажырат. Дәлелде. Ғарышкерлер мекені, қазақ жері Байқоңыр. Қай жер саған жетеді? Ғажап жерім Байқоңыр. Оқушылар, оқыған мәтіннің түрі ертегі ме, әңгіме ме, әлде өлең бе? Ойланайық. Әрине оқушылар, мәтіннің түрі өлең. Өйткені мәтіннің жолдары ұйқасқа құрылған. Сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Алтыншы тапсырма. Кестедегі мәліметті талқыла. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, кестедегі мәліметті бірге талқылайық. Өлең, әңгіме, ертегі. Өлеңнің де, әңгіменің де, ертегінің де тақырыбы болады. Өлеңнің және әңгіменің авторы бар, ал ертегінің авторы жоқ. Өлеңнің жолдары ұйқасқа құрылады, әңгіме мен ертегі ұйқасқа құрылмайды. Өлеңде оқиға баяндалмайды, әңгіме мен ертегіде оқиға баяндалады. Өлеңнің кейіпкері болмайды, әңгіме мен ертегінің кейіпкері болады. Оқушылар, кестедегі мәліметтерді сендер де осылай талқылады деп сенемін. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәлімет алдың, жай сөйлем құрап үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деп сенемін. Үйге тапсырма 9-шы беттегі 7-ші тапсырма. Өлең туралы мәліметті анықта. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.